Скоро мен далаға шығам, скоро мен далаға шығам, скоро мен наконец-то далаға шығам. Бір ай отырмын үйде қатты әсер етті көңіл күйге. Настроение совсем жоқ, лучше маған ешкім тиме. Микрофонды алып алып салдырыңды жүр бәрін биге. Бұрынғыдай күйде маған ешкім тиме. Бірақ отыру керек екен үйде түсінемін. Керек ол сау болсын десең сенің менің денім. Осыны аман есен өткізгеннен соң бәріміз жүреміз бұрынғыдай от души еркінемін. Өткенде аман есен осы карантин айық, сол күнді барлығымыз бірге тілеп шақырайық. Карантин көрсетті әр нәрсенің бағалығын, онда біткен күнді мейрам қылып жарқырайық. В общем, идея былай ғой қандар аймазлар. Енді көріп тұрсыздар, карантин мынау 1 майда бітеді деп жатыр. Одан барлығымыз сол 1 майға дейін действительно үйде отырып, сол 1 майда бітуін тілеп, и біткен күні барлығымыз жарқ-жұрқ етіп далаға шығайықшы. Мен өзім конкретно костюм шалбарыммен шығамын. Бар дайындап қойшы да костюм шалбарымды. Қане берші маған марды, үтіктеп жүрейін костюмымды. Одан кейін берші тап-таза тряпка, жылтырып қойын туфлиымды. Родной, міне саған марды, үтіктеп қойш костюмыңды. Одан кейін міне тап-таза тряпка, жылтырып қойш туфлиымды.